Назарларыңызға «Ловушка для родителей» фильміне қысқаша мазмұндама. Холли мен Энни бір-бірін ешқашан көрмеген егіздер. Олар жазғы лагерде кездейсоқ танысып, бастапқыда бір-бірін жек көріп, ұрысып жүреді. Тентек қылықтары үшін тәрбиешілер оларды бірге тұруға мәжбүрлейді. Сол кезде олар сыртқы келбеті мен әдеттері ұқсас екенін байқап, әңгімелесе келе өздерінің туған әпкелі сіңілі екенін біледі. Ата-аналары бұрын ажырасып, әрқайсысы бір-бір баладан алып екі елге бөлек өмір сүрген екен. Бұны білген соң қыздар лагерде жоспар құрып, орындарын ауыстыруға келіседі. Холли анасына, Энни әкесіне барады. Олардың мақсаты ата-аналарын қайта табыстырып, отбасын біріктіру. Түрлі күлкілі жағдайлар мен қиындықтардан кейін егіздердің жоспары сәтті болып, ата-аналары қайта жақындаса бастайды. Фильм отбасы, махаббат және бауырластық туралы әсерлі әрі көңілді оқиға. Бұл фильм махаббат пен отбасы бірінші орында екенін түсіндіреді және көзге жас келтіреді.